Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы C# тіліндегі жолдар. Жол дегеніміз бұл таңбалар тізбегі. Мысалы, біз мәтін енгізетін болсақ, оның типін міндетті түрде string деп беруіміз қажет. Бұл мысалды қарастыратын болсақ, string типі, яғни мәтіндік жолдық тип, S айнымалы, айнымалынатын кез келген жаңағыдай әріптерді берсек болады, мәтін жазсақ болады, және де осы айнымалыға hello world сөзін сақтаймыз. S-тен console readline. Бұл дегеніміз пайдаланушы өзі де бір мәтінді енгізе алады. Және де console readline S, console readline дегеніміз бұл экранға осы мәтінді шығару. Ары қарай, егер де мен осы мәтіннің ұзындығын білгім келсе, яғни бұл мәтінде қанша әріп бар екенін білу үшін, мен length деген сөзді қолданамын. Console readline, яғни экранға шығару, S деген айнымалым, осы айнымалым ұзындығын шығару. Яғни hello world сөзінде 13 әріп бар. Бұл жерде бос орында деп белгісін деп барлығын санап экранға шығарып береді. Жолдармен орындалатын операциялар, яғни қосу, конкатенация деп те бұны кей кезде айтады. Бұл дегеніміз ең бірінші оның жұмыс істеу принципін қарастыратын болсақ, ол бірінші сөз бен екінші сөзі бір-біріне жалғап қосады. String дегеніміз мәтіндік немесе жолдық тип, A дегеніміз айнымалы, осы айнымалыға hello деген сөз сақтадым, B айнымалысына word деген сөздерді сақтадым. Енді S үшінші айнымалыны қолданып, екі айнымалыны қосуға болады, яғни екі сөзді. Сонда маған экранға hello world деген сөз шығарады. Және орын ауыстырып қосатын болсам, бірінші B мен A-ді, онда маған world hello деген сөзді экранға шығарады. Және де жолдарды біз салыстыра аламыз. Салыстыруда әрине әріптерді салыстыру арқылы бізге бұл дегеніміз логикалық тип арқылы экранға true және false деген сөздерді шығарады. Бірінші айнымалыға hello деген бас әріптермен жазылған сөзді, екінші айнымалыға B айнымалысына кіші әріптермен жазылған сөздерді салыстыратын боламын. Сонда біріншісі false, яғни hello мен hello деген әріптері екеуі бір-біріне тең емес. Келесі операцияда бұл true, яғни дұрыс, тең емес деген салыстыруды маған экранға шығарып береді. Индекс. Жолдарда, мәтіндерде біз индексті көп қолданатын боламыз. Индекс дегеніміз бұл нөмірлеу. Яғни бізге баскетбол деген сөз берілді делік, оны біз нөлден бастап, міндетті түрде индекс дегенде нөлден бастап индекстейміз. String дегеніміз айтып өттік, бұл жолдық тип, мәтіндік. Char дегеніміз символдық тип. S айнымалысына баскетбол сөзін сақтаймын, және де осы жерде әр символға мен индекс арқылы жаңағыдай бұған индекс арқылы шығарамын экранға. Char A айнымалысына S0-ді сақтау қажет. Яғни бұл баскетбол деген сөздің айнымалысында 0 дегеніміз бұл B әріпі. Сонда маған экранға B деген символды шығарып береді. Келесі S9 дейтін болсақ, онда ол L әріпі. Char S10, яғни баскетбол сөзінде 9 әріп бар. Ал 10 деген шығаратын болсам, бұл маған экранға қатен шығарады. Себебі 10 деген символ жоқ бұл баскетбол сөзінде. Келесі, бұның ұзындығын білуім үшін мен length сөзін қолданамын. Яғни баскетбол сөзінде қанша әріп бар екенін маған экранға шығарады. Бұл жерде 10 әріп бар. Console readline және де екінші жолы бар. Бұл ұзындықты табудың бірінші айнымалыны берем, және одан бірді азайтатын болсақ, маған L деген, яғни 10, 10-нан бірді алса 9. Сондағы 9-шы әріпті L-ді шығарып тұр. Бұл жерде тағы да бір ескеретін жайт, мысалы S-тен 1, мысалы 1 дегеніміз ол A әріпі. Индексациясы 1, A әріпі, оны 0 дейтін болсақ, бұл қате. Жолда таңбаларды өзгертуге болмайды. Оны өзгертудің өзін жеке қолданатын қосымша сөздері бар, ал бұлай ала салып, бұл жерден айнымалдан A-ны алып сап, оны ғой деген болмайды. Бұл бізде қате шығарады.
жол бойынша өту. Бізде полетишь деген айнымалы берілді мәтін. Енді осы айнымалының ұзындығын білу үшін length қолданамын. 8 әріп бар екенін шығарады ұзындығын. Және де цикл арқылы мен бұдан жаңағыдай қанша өзіме қажетті әріптің осы жерде қанша рет қайталанатынын шығару қажет болады. Сол кезде жол бойынша өтеміз. For cycle қолданамыз, яғни бұл бізге қанша рет қайталанған әріптерді экранға шығарып отырады. Бұл жердегі int индекстен 0, яғни индекс айнымалымыз бұл бүтін тип 0-ге тең. 0-дан басталады. Келесі оның ұзындығын қандай сөз жазылды, сол сөздің ұзындығын шығарады. Ұзындығы бойынша барлығын есептеп береді. Және де осының ішіндегі әріпті егер де қайталанатын болса, өз-өзіне қосып маған экранға осы әріптің қанша рет қайталанғанын шығарып береді. Бұл жол бойынша өту деп аталады. Енді мына мысалды қарастырайық. А әріптерінің саны қанша екенін табу. Бұны енді Visual Studio ортасында шығарып көрейік. Ол үшін Visual Studio ортасын ашамын. Создание проекта. Консольное приложение NetFramework. Создать. Маған консольды приложениені қазір шығарып беру қажет. Және де осы жерге мен код жазамын. Мына экрандағы кодты жазып өзімнің программама саламын. Бұл жердегі string дегеніміз жолдық тип, s айнымалы, console line, яғни пайдаланушы өзі енгізеді қандай да бір мәтінді. Осы мәтін ішінде a әріпі қанша рет кездеседі, соны бізге экранға шығарып береді. Int дегеніміз бүтін тип, count char дегеніміз бұл айнымалының аты. Осы айнымалының маған ұзындығын есептейді, және де менің айнымалым, яғни a әрпінің бастапқы мәні 0-ге тең. Араға жаңағыдай жол бойынша өтудің циклын жазамыз. For циклы индекс 0-ге тең. Индексінің ұзындығын аламыз. Барлық мәтіннің ұзындығын, соның ішінен біз егерде a әрпі бізге кездессе, оны қайта-қайта өсу ретімен есептеп отырамыз. Және де егерде айнымалымыздың ішіндегі a әрпі кездессе, оны өз-өзіне қайта-қайта қосып, бізге осы әрпінің қанша екенін экранға шығарады. Тексеріске жіберсем, қара экранын шығарып беру керек маған. Енді қазір мен бұл жерде A, G, A деп жазайын. Және Enter бассам, A әрпі бұл жерде 4 рет бар екенін маған есептеп шығарып берді. Ал енді ешқандай да A әрпін жазбайтын болсам, мысалы полетишь дейік. Бұл жерде ешқандай A әрпі жоқ, сондықтан да 0 деген санды экранға шығарып берді. Міне осылайша біз қарапайым мысалдар шығара аламыз. Және келесі өзіндік жұмыс, бұл сіздерге тапсырма, яғни string s, полетишь сөзі берілген. Осы полетишь сөзіндегі s3 индексіндегі, яғни 3-ші индексті мына үлкен Ö әрпімен ауыстыру қажет. Және осыны ауыстырғанда экранға бізге не шығарады, соны комментария астына қалдырып, өздеріңіздің жауаптарыңызды беріңіздер.